Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ ғалымдары. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Алдымен алғашқы екі сұраққа жауап берейік. Кімдерді ғалым деп айтады? Қандай ғалымдарды білесің? Бірінші сұрақтың жауабы: мен жаңалық ашып, көп зерттеулер жүргізіп, адамзатқа пайда әкелген адамдарды ғалымдар деп атаймын. Мен Шоқан Уәлиханов, Нағима Айтхожина, Темірғали Көкетаев, Қайша Атаханова, Уалбай Өмірбаев, Жанар Төребаева секілді қазақ ғалымдарын білемін. Үшінші тапсырма: ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықта. Бізге 4 ақпарат берілген. Өз елін, туған жерін, халқын сүйген ойшыл, данышпан адамды ғалым дейді. Біздің елімізде ғылымның барлық саласында танымал ғалымдар көп емес. Орта ғасырда өмір сүрген Әбу Насыр әл-Фараби әлемге әйгілі ғалым. Ахмет Байтұрсынұлының геология саласында еңбектері бар. Ал енді осы ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын бірге анықтайық. Өз елін, туған жерін, халқын сүйген ойшыл, данышпан адамдарды ғалым дейді. Дұрыс. Біздің елімізде ғылымның барлық саласында танымал ғалымдар көп емес. Бұрыс. Орта ғасырда өмір сүрген Әбу Насыр әл-Фараби әлемге әйгілі ғалым. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынұлының геология саласында еңбектері бар. Бұл бұрыс ақпарат. Бүгінгі сабақтың басты тақырыбы тыныс белгілерінің қойылуы. Нүкте. Нүкте хабарлы сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, қыс түсті. Жай, екпінсіз айтылған бұйрық және тілек мәнді сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, апа, сізді жақсы көремін. Драмалық шығармада кейіпкер атынан кейін қойылады. Нұрхан. Міне, әлгі мен айта беретін ауыл. Драмалық шығармада автордың түсінігі ретінде айтылған ескертпе, ремарка сөйлемнен кейін ішінде жақша қойылады. Мысалы, Мүсірепов. Құлазып. Қыбыр еткен жан жоқ. Адамның аты жөні қысқарғанда қойылады. Мысалы, Мүсірепов. М. Газет-журнал атауын шартты түрде қысқартқанда қойылады. Мысалы, қазақ әдебиеті. Қ.ә. Кейбір сөздер шартты түрде қысқартылғанда қойылады. Мысалы, тағы сол сияқты. Т.с.с. Сұрау белгісі қандай кездерде қойылады? Сұраулы сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, Олжас қайда? Сөйлемдегі белгілі бір сөздің мәні оқушыға түсініксіз. Неге олай деген күдік туғызғандығын анықтау үшін сол сөзден кейін жақшаға алынып қойылады. Мысалы, пысық деген сұрау белгісі ат шықты. Лепті сөйлем қай кездерде қойылады? Бірге білейік. Көтеріңкі дауыспен айтылған лепті сөйлем мен бұйрықты сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, қандай керемет, бері кел. Көтеріңкі дауыспен бұйыра, өтініш білдіре айтылған сөйлемнен кейін қойылады. Қалағаныңызды алыңыз, деді ботагөз жадырап, бір жақсылық хабар күтіп. Ұранды сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, жасай бер, көркейе бер менің Қазақстаным. Көтеріңкі дауыспен айтылған қаратпа, одағай сөздерден кейін қойылады. Қарағым, қанатым, енді қайтейін, қолымнан келгені осы. Көтеріңкі дауыспен я, жоқ деген сөздерден кейін қойылады. Жоқ, қайтсең де тауып кел. Сәлемдескенде айтылған, ішінде сұраулық шылау бар тіркестерден кейін қойылады. Амансың ба қарағым, деп қария балаға қарады. Ал енді 4-ші тапсырманы орындайық. Берілген сөйлемдерге тыныс белгілерін дұрыс қойып жаз. Бізге 6 сөйлем берілген, жаңағы өткен тыныс белгілерімен дұрыстап қойып жазуымыз керек. Оқуға бар ынта жігеріңді сал. Өзіңе мына көйлектердің қайсысы ұнайды? Шіркін-ай, атты қалай таңдап қояды? Бұл қайсың? Мұратпысың? Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Ғылым білімге түгелдей берілген адам ғана ойлаған мақсатына жете алады. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқылым мәтіні бойынша дұрыс жауабы бар 2 сұрақ және дұрыс жауабы жоқ 1 сұрақ дайында. Жауаптарыңды дәлелдеп айт. Дұрыс жауабы бар сұрақтар. Әлкей Марғұлан Қазақстанның қай қалаларында қазба жұмыстар жүргізді? Ғалым орталық Қазақстан төңірегінде қандай мәдениетті ашты? Дұрыс жауабы жоқ сұрақ. Әлкей Марғұлан қандай жоғарғы оқу орнын бітірген? 9-ші тапсырма. Мәтін кім туралы? Дұрыс жауаптарды сызықпен белгіле. Мәтін Әлкей Марғұлан туралы. Ол академик, ғалым, қайраткер және лауреат. Суретші, заңгер, тілші деген жауаптар қате. 10-шы тапсырма. Қазақ ғалымдары туралы мәліметтерді кестеге толтыр. Ғалымдардың өмір сүрген заманына қарай рет санын дұрыс қой. Бізге 5 ғалым берілген.
Ермұхан Бекмаханов, Әлкей Марғұлан, Санжар Асфендияров, Ахмет Байтұрсынұлы және Шоқан Уәлиханов. Біз адамдардың өмір сүрген заманына қарай, оларды рет-ретімен қою керекпіз. Бізге 5 сұрақ берілген. Ол кім? Қайда білім алған? Жұмыс орындары, атқарған қызметі және ғылыми еңбектері. Біз осы кестені толтыру қажетпіз. Бірінші ғалым Шоқан Уәлиханов. Ол кім? Зерттеуші, тарихшы, ғалым этнограф. Қайда білім алған? Шоқан 12 жасына дейін Құсмұрындағы мектепте оқып, мұсылман діні ілімімен танысты. Кейін ол 1834 жылы Омбыда Сібір казак әскери училищесін бітірді. 1847 жылы Сібір кадет корпусында оқу оқыды. Жұмыс орындары. Батыс Сібір генерал-губернаторының кеңсесінде қызмет жасады. 1854 жылы Қазан университетінің профессоры, Березиннің тапсырмаларын орындайды. 1856 жылы полковник Хаментовский басқарған әскери ғылыми Иссық-Көл экспедициясына қатысты. Атқарған қызметі. 1855 жылы Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордтың орталық Қазақстан, Тарбағатай, Жетісу жеріне жасаған сапарына қатысады. 1857 жылы Семенов Тянь-Шанскийдің ұсынуымен Шоқан Уәлиханов Орыс географиялар қоғамының толық мүшелігіне қабылданды. Шоқан Уәлихановтың ғылыми еңбектері: Манас эпосы, Жоңғария очерктері, қырғыздар туралы жазбалар, қазақтың халық поэзиясының түрлері туралы, Иссық-Көл сапарының күнделігі, Қытай империясының батыс өлкесі және Құлжа қаласы, қазақтардағы шамандықтың қалдығы, қырдағы мұсылманшылық туралы. Екінші ғалым Ахмет Байтұрсынұлы. Ол кім? Көрнекті тілші, ғалым, дарынды аудармашы, ағартушы, оқу құралдарының авторы. Қайда білім алған? Ол 2 сыныптық орыс қазақ мектебін бітіреді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. Ахмет Байтұрсынұлының жұмыс орындары. 1895-1909 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс қазақ мектептерінде жұмыс атқарды. Атқарған қызметі. Ахмет Байтұрсынұлы оқытушы болып, Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарды. Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері: Маса кітабы, оқу құралы, Ерсайын жыры, әдебиет танытқыш, тіл құрал, әдебиет энциклопедиясы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі, бақ. Үшінші ғалым Санжар Асфендияров. Ол кім? Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы ғалым. Қайда білім алған? Петербургтегі әскери дәрігерлік академияны бітірген. Санжар Асфендияров атқарған қызметі: Самарқандта және Асхабадта шоғырланған атқыштар полктарында дәрігерлік қызметпен айналысады. Ол Түркістан атқыштар полкының аға дәрігері ретінде қызмет атқарған. Алматы медицина институтының ұйымдастырушысы және тұңғыш ректоры қызметтерін атқарды. Санжар Асфендияровтың жұмыс орындары. 1919 жылы Асфендияров денсаулық сақтау халық комиссары, 1920 жылы Түркістан АКСР Көгеріс су шаруашылығының халық комиссары болып тағайындалады. 1925 жылы хатшының орынбасары және БОАК президиумының мүшесі болып тағайындалады. Санжар Асфендияровтың атқарған қызметі. Тұрар Рысқұловтың шақыртуымен Ташкентке келіп, Түркістан АКСР-ның денсаулық сақтау халкомы, жер халкомы, денсаулық сақтау халкомы, Түркістан компартиясы ОК-ның хатшысы қызметтерін атқарды. Санжар Асфендияров. Ғылыми еңбектері: Қазақстан тарихы, причины возникновения ислама және 1935-1936 жылы Кунтемен бірге жазған Прошлое Казахстана в источниках и материалах, 2 томды еңбек. Национальное освободительное восстание 1916 года в Казахстане, монографиясы 1936 жылы. Әлкей Марғұлан. Ол кім? Еліміздің аса көрнекті ғалымы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, профессор. Қайда білім алған? 1915 жылы Баянауылда 3 сыныпты орыс мектебінде оқыды. 1919 жылы Әлкей Хақанұлы Павлодар қаласындағы мұғалімдер курсына түседі. 1921 жылы Семей техникумына оқуға түседі. 1925-1931 жылдар арасында Шығыс институтының әдебиет факультетіне түсіп, бір уақытта Ленинград университеті және өнер тарихы институтының дәрістерін тыңдайды. Әлкей Марғұлан жұмыс орындары. Қазақ КСР ғылым академиясының тарих, археология және этнография институтының археология секторының меңгерушісі болып тағайындалады. Атқарған қызметі. Ол терминология комиссияның ғылым хатшысы,
Ленинград қасындағы мемлекеттік материалдық мәдениет тарих академиясының аспиранты, шығыстану институтының оқытушысы, Мәскеу қаласындағы материалдық мәдениет тарихы институтының ізденушісі және ғылыми қызметкері болды. Әлкей Марғұланның еңбектері. Әлкей Марғұланның Мәшһүр Жүсіп мұрасындағы түркі эпосы, декабристер және Қазақстан, Әлішер Науаи және қазақ мәдениеті, Мұхаммед Хайдар Дулати, тарихшы, Шоқан Уәлиханов және Орта Азия тарихы, Суворов, Жамбыл Жабаев тағы да басқа еңбектері жарық көрді. Ермұхан Бекмаханов, ол кім? Ол белгілі тарихшы, Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси өмірін жан-жақты зерттеген ғалым. Қайда білім алған? 1925-1931 жылдар аралығында Баянауылдағы мектепте оқиды. Тамбов педагогикалық институтында жаңадан ашылған тарих факультетіне түседі. Жұмыс орындары. 1946-47 жылдарда Қазақ КСР ғылым академиясында жаңадан құрылған тарих, археология және этнография институты директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары болып жұмыс жасаған. Ермұхан Бекмаханов атқарған қызметі. Отан соғысы жылдарында республиканың халық ағарту комиссариатының басқарма бастығы болған. Сонымен қатар Алматының жоғарғы оқу орындарында ұстаздық қызмет атқарған. Ермұхан Бекмахановтың еңбектері. 19 ғасырдың 20-40 жылдарында Қазақстан атты монографиясы бар. 11-ші тапсырма. Қазақ ғалымдарының біреуінің өмірі туралы өзің таңдап эссе жаз. Көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсет. Тыныс белгілерінің қойылу себебін түсіндір. Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаған. Геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор. Қазақстан ғылым академиясының ұйымдастырушылардың бірі әрі тұңғыш президенті академик Қаныш Сәтбаев 1899 жылы 12 сәуірде Айрық деген жерде дүниеге келді. Шын есімі Ғабдолғани. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым кейін Шорман ауылында орналасқан мектепке қатынай бастайды. 4 жылдық бағдарламаны 3 жылда аяқтап, 1911 жылы Павлодардағы 2 сыныпты орыс қазақ училищесіне аттанады. Аталған білім ордасында мерзімінен 1 жыл бұрын бітіріп шығады. Қазақстан ғылымының ірі ұйымдастырушысы ретінде танылған Сәтбаев 130-дан астам еңбегін негізінен Жезқазған кен орнына арнап жазды. Оның зерттеулері және жарияланымдары әсіресе Жезқазған мыс кен орнының зерттелуі мен дамуына айтарлықтай үлес қосты. Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа ғылымдарда, мәдениет саласында, тарихта қалдырған еңбектері мол. Қаныш Сәтбаев Қазақстандағы ең мықты ғалымдардың бірі. Нағыз жеті қырлы бір сырлы адам деп Қаныш Сәтбаевты айтуға болады. Балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.